Видеоңыз қосылды. Енді микрофон бәрі де қосылды ғой деймін. Қосылды барлығы, иә. Бәрі де қосылды. Бастай беруіңізге болады. Биыл Сұлтанмахмұт Торайғыровтың дүниеге келгеніне 130 жыл. Қазақ елі Қазақстанда осы бір аяулы азаматтың жастай қыршын кеткен ұлы ақынның шығармашылығына осы жылы кеңінен көңіл бөлінетін қылды. Таяу арада Астанада Гумилев университетінде, сондай-ақ Қазақ ұлттық университетінде осындай іс-шаралар болды, басталды. Сондықтан бүгін біз осы бір игі істің жалғасын әрі қарай жалғастырмақпыз. Енді кітапханашылар келіп отыр екен, бұл өте қуанышты нәрсе. Жалпы кітаптың жаршысы да, насихатшысы да, үгітшісі де халыққа жеткізетін, халықпен, оқырманмен байланыстыратын осы кітапхана қызметкерлері ғой. Сондықтан осы кітапхана қызметкерлерінен бүгінгі әңгімеміздің басталуы өте қуанышты нәрсе. Дихан баба Әбіловтің жазып кеткені бар. Ассалаумағалейкум Баянаула, арман не туған жанда сендей тауда деп. Бұл жай тау емес. Бұл ұлыларды кіндік қаны тамған, ұлылар шыққан орта деп айталамыз. Қаншама ұлы ақын жазушылардың, би шежірешілердің, мәшһүр Сықылды үлкен Көмекей әулиенің, Қаныш Сәтбаев тағы басқа ұлы ғалымдардың шыққан жері осы Баянаула. Соның маңдай алды ірі перзенттерінің бірі. Аз жасаса да артына салмақты мұра қалдырған ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров. Сұлтанмахмұт 1893 жылы қазан айының 28 күн дүниеге келген. Ол ескі стильмен 15 қараша. Туған жер туралы еңбектерді байқап отырсаңыздар әртүрлі жазды. Біресе Павлодар облысының Баянаула ауданы дейді. Біресе Көкшетау облысының Қызылту ауданы дейді. Біресе солтүстік Қазақстан облысының Шоқан Уәлиханов ауданында дүниеге келген дейді. Оның барлығы үш жерде дүниеге келіп тұрған жоқ. Дүниеге келген жері біреу, бірақ жаңағы территориялық бөліністердің өзгеруіне байланысты, облыстардың шекараларының өзгеруіне байланысты Сұлтанмахмұтты солай әр жерде туды дегенді айтып жүр. Сұлтанмахмұтқа атақты Торайғыр би 4-ші ата. Солай болса, бола тұрса да, Сұлтанмахмұт өзіне сойына Торайғырды иеленген. Торайғыр жаудан қайтпайтын найзагер, түрі бергенде жат жақынына қарамайтын аса адал би болған. Сұлтанмахмұттың енді сол жас кезінде мөлшермен алғанда бір 12-11 жасқа келген кезде ол неге Шабар Шаншар ауылындағы нағашылар жағында болады. Қарауыл, Шабар, Шаншар ауылдары. Сұлтанмахмұттың бұл нағашы тегінде Сұлтанмахмұттың әлгі өсуінде, өрлеуінде оның азамат болып, ақын болып қалыптасуында ол жерінде нағашы жұртының да үлкен орны бар дегенді айтқымыз келеді. Сұлтанмахмұт енді жастайынан оқыған, қазақтың барлығы да оқыған. Бұрын айта берепші еді ғой, қазақтың 98% сауатсыз болған деп. Әрине, егерде араб жазуын оқығанды сауаттылыққа есептемейтін болса, онда 98
пайызы проценті сауатсыз болған. Бірақ ұлы бар, қызы бар қазақтың барлығы сауаттарын араб әліпбиімен ашқан. Әлгі 2% сауатты деп жүргені олар орысша оқығандар, жоғарғы оқу орындарында, университеттерде, түрлі шетелдерде оқыған жандар. Сондықтан мұны осылайша түсінуіміз керек. Сұлтанмахмұттың өзі ауылда талай молданың алдында оқыған. Молда деген енді кәдімгі ұстаз ғой. Бірнеше молдан. Ол өзінің көптеген молданың алдын көрген өмірбаяндық өлеңінде де жазып өтеді. Осының ішінде 2 ұстазы ерекше Сұлтанмахмұтқа әсер еткен. Ол біріншісі Мұқан дейтін молда, екіншісі Нұрғали деген ұстазы. Мұқанның ерекшелігі басқа. Анау Тортай молда, күйеу мағзұм сұлулар, сен өлең жазба, шайтан болып кетесің, жынды болып кетесің дегеніне қарамай, бір кезекте оқушылар жиналып отырған кезде Сұлтанмахмұт өлең жазады деген. Мұқан ұстазының құлағы елең ете түсіп, онда тыңдайық, ертең бір өлең жазып берші, сенің ақындық мөлшеріңді байқайық дегенде, ол өзінің 1907 жылы жазған секілді өмір қысқа жарты тұтам деп аталатын өлеңін жазған. Осы өлеңін жазғаннан кейін Мұқан ұстаз айтады, сен шын мәнінде ақындық бойыңда бар екен, ақындық қуатың бар екен, ананың сүтімен дарыған ақындық қуатты жоққа шығаруға болмайды. Ешқашанда сен әлгі доғаланып кетпейсің, басқа жаққа беріліп кетпейсің, шын мәніндегі ақын болатын адамсың, өлең жаз деген өзінің өсиетін айтады. Екінші молда Нұрғали деген, бұл Троицкіден оқып келген адам. Нұрғали жаңаша оқыған, біршама білімді жан болған. Көптеген санау Кереку өлкесінің сол маңайдың жастарын оқытқан, соның ішінде Сұлтанмахмұт та бар. Сұлтанмахмұт Нұрғалидың жеке кітапханасынан қолында тиген газеттерді, болмайтын болса өлең кітаптарын, анау батырлық жылдарды, қиссаларды алып, оқып пайдаланып тұрған. Соңында Нұрғали ұстаз айтады, мен өзім берерім саған беріп болдым, сен білімге аса құштар екенсің, Троицкіге барып оқы, қалал жерге барып оқы, сонда ғана сенің білімің көтеріледі деп оған ақыл берген. Нұрғали ұстаздың ақылымен 1912 жылы 9 қыркүйекте ол Троицкіге қарай сапар шегіп, содан Троицкі қаласына барып, ол қызу өмірмен араласып кетеді. Айқап журналының редакциясы жаңа өзінің алғашқы шағын хабар жариялады деп отырмыз. Оған барып өлеңдерін, хабарларын бере бастайды. Мұхамеджан Сералиммен танысады, Айқаптың редакторы. Сондай-ақ осы кезде Семей қаласы, Троицк қаласында көптеген жаңағы мәдени ошақтар бар екен. Мысалы, мейірімділік қоғамы, білім тарату қоғамы, тағы басқа. Сондай-ақ Қазан, Уфа қалаларының үлгісімен шарық кешесі өтіп тұрады екен. Шарық кешесі деген восточный вечер, шығыс кеші деген. Бұнда әдеби музыкалық кештерде татар, башқұрттың, қазақтың халық әндері шырқалып, күйлер шертіледі. Сұлтанмахмұт оқыған медресенің иесі Ғабдырахман Рахманқұл деген адам, Рахманқұл. Шығыс кешінің өтуіне белсене араласып, өзінің қаржылай көмегінде беріп отырған. Міне Сұлтанмахмұт осы жаңағы медресе иесінің көмегімен ол да барып шарық кештерінде өлеңін оқып,
елді өзіне қарай тартып алады. Сөздің шынын айтқанда, Сұлтанмахмұттың бір шығармашылық жағынан өрлеген кезі, таныла бастаған кезі, Айқап газетінде қызмет жасаған, Троицкіде оқыған жылдары болып есептеледі. Бірақ алдынан үлкен қиыншылық шығады. Көп ұзамай көзіне көзгөлдек ауруы шыққан дейді. Бұл трахома ауруы болса керек. Бұл ауру меңдетіп жібереді, сары уайымға салынып кетеді. Біраз уақыт Сұлтанмахмұт Торайғыр. Бірақ жинақталып, анау Қазан университетінің медицина факультетін бітірген Бірмұхамедұлы Алдияров дейтін азамат болған, дәрігер үлкен. Соның көмегімен көзін жазып, оның үстіне көз ауруымен бірге өкпе ауруы біліне бастайды. Осы қырсықтың барлығы кездесіп, ол Троицк маңындағы қазақ ауылдарына бала оқытуға кетеді. Міне Сұлтанмахмұттың өміріндегі әлгі бір ыңғай бір қиыншылықтың кездесіп тұратыны оның шағын ғана өмірбаянының өзінің кездеседі, көрінеді. Сұлтанмахмұттың жаңағы Троицк кезеңінде осындай бір шырғалаң шақтар болып жатады. Неде оқып, сабақ беріп, Троицк маңында қазақ ауылдарында біраз ақша жинап алып оқығысы да келеді. Бірақ оның барлығы денсаулығына байланысты, қаражаттың қол байлауына байланысты жоспарлары іске ауыспай жатыр. 1914 жылы қаңтар айында Айқап журналында бір шағын ғана хабарландыру жазылған. Айқап хатшысы Сұлтанмахмұт Торайғыров хатшылықтан шықты. Мұнан былай оның Айқаппен ешбір қатысы болмайды деген хабар. Бұл хабар аса жайсыз хабар болды дейді. Сұлтанмахмұттың өзі де Айқапта тұрған кезінде аса бір шабыттанып, дүниенің тұтқасын ұстағандай болып, биіктеп жүрген кезеңі жаңағы хабардан кейін сап тиылады оның жаңағы албырт жүрегі тағы да шалыс басып қиыншылыққа кездеседі. Сол 1914 жылғы ақпандағы, наурыздағы, сәуірдегі Айқап журналының сандарында әлгі шағын хабар қайта-қайта басылып тұрған. Бұл Сұлтанмахмұт пен Айқаптың редакторы, оның Мұхамеджан Сералин арасындағы үлкен бір дау-дамайдың болғанын байқатады. Енді оны қазір уақытымыз өте тығыз. Не себепті ол Айқаппен кетті, Сералинмен келіспеген мәселелер қандай болды дегенді оны бір-екі ауыз сөзбен қазір айтып өту мүмкін емес. Айқаптан кеткеннен кейін ол өзінің еліне қайта оралуға мәжбүр болады. Өйткені Степ деп аталатын орысша газет шығып тұрады Троицк қаласында. Сол орысша газетке де қызметке тұруға ұмтылады, бірақ одан еш нәтиже шықпайды. Жеке өз алдына газетте шығармақшы болады, оған қаражаты жоқ. Міне осының барлығынан кейін еліне тартады. Бұл шоң серіктік ұйымының алдына қойған мақсаты қандай? Алдымен мына өзінің көрген қиыншылықтары бар. Халыққа, бұқараға, жастарға арналған кітапхана ашсам дейді. Газет журналдар алып, соны жазғызып алып, кітаптар алып жинақтасам. Екінші, оқуға арманы болғанымен дәрмені болмай жүрген жастарға жолына қаражат беріп көмектессем, олар оқыса дейді. Үшінші, жеке ақын жазушылардың шығармаларын басып шығарсам деген ойда болады. Мұның барлығы жиын тойда, аста айтылады, сөздің аяғында тиянағы болмай, соған ренжіп, тастап, оны ауылын қой, Семейге барайын, оқиын. Семей қаласында анау атақты оқытушылар семинариясы бар екен, сол семинарияда
оқуға түссем дейді. Күз уақытында 14 жылдың келет, Сұлтанмахмұт 14 жылы 21 жаста. Дайындық курсына түсейін десе, жасы үлкен, жас балалар оқып отыр. Сұлтанмахмұт болатын болса 21-де, ал басқа дайындық курсындағылар 15-14-тегі жастар. Білім дәрежесі де жете қоймайды. Мынау сол неде істейтін Семейдегі оқытушылар семинариясында қызмет жасайтын Нұрғали Құлжанов пен Нәзипа Құлжановаға барып, мені алсаңыздар деген нәрсені айтады, бірақ заңды бұзып біз ештеңе айта алмаймыз, дайындал, келесі оқу жылында көрейік дегендей әңгіме айтылады. Сөйтіп дағдарып жүргенде не істерін білмей. Анау Қатонқарағайдан қазақтың атақты адамы осында Әбдікәрім Ережепұлы келеді. Әбдікәрім Ережепұлы Семейге келіп, мектебіне өзінің ашқан жастарды тартайын деген ниетпен келген екен. Сұлтанмахмұтты көре сала оған. Мынау білімді адам екен, және айқаптан аты шығып қалған белгілі адам екен деп өзі бірге Қатонқарағайға алып кетеді. Қатонқарағайда ол бір күзден сол қысқа дейінгі уақытта болған, тағы да Сұлтанмахмұттың алдынан кездесетін кедергі бар. Сабақ беріп жүрді жақсы. Онда бір орыс мұғалімі болады, екеуі орыс қазақ тілін кімге Сұлтанмахмұтқа үйретеді. Сұлтанмахмұт жаңағы орыс мұғалімінен орыс тілін үйрене бастайды. Сөйтіп жүрген кезде Әбдікәрім Ережепұлының аса бір сұлу Бағила дейтін қызына кездесіп қалады. Осы Бағиламен кездесу оның өмірін күрт өзгертіп жібереді. Мінезі тумысынан тік адам. Нені айтса да бет қаратпай тура айтуды сүйетін Сұлтанмахмұт бір күні Ережеп Әбдікәрім үйіне кіреді де бір сөзді айтып салады. Бұл бүкіл үйдің аурасын өзгертіп жіберді деп біз айта аламыз. Неге? Өйткені Бағила екеуміз бір-бірімізді шын сүйеміз. Батаңызды бер деп тікесінен айтып салады. Бұдан шошып қалған Әбдікәрім бұрыннан айттырып қойған жері бар. Соған тезірек ұзатып жіберудің қамына кіріседі. Ол Бағила ұзатылып кете барады. Осы кезеңде Сұлтанмахмұт жетім қалғандай, өгей баладай болып, енді Қатонқарағайдағы өмір емес деп Зайсанға қарай келеді. Зайсанға бет алып келгені ол Мұқаш Сәрсекеұлы дейтін адам, неде Троицкіде оққан адам. Сол Мұқашқа барып жолығайын, маған жұмыс тауып берер ме екен, қызметке көмектесер ме екен деп барады. Бірақ Семей қаласында өзінің қаражаты жоқ, тұруға мүмкіндігі болмай, жолдастары сен Тарбағатай жағына бар, сол Тарбағатай жағында бала оқыт дейді. Тарбағатай жағында оған бір жақсы адам кездеседі. Ол Тарбағатай жағындағы кездескен адам көпті білетін аса бір көненің әңгімелерін жақсы білетін Құрбан Қажы деген адам болады. Өздеріңіз байқасаңыздар, Сұлтанмахмұттың жинағында Жалаңаш баба, Жарықсыз тамған қан деген шығармалары бар. Соның ішінде жақшада көрсетіп қойған Құрбан Қажы аузынан деп. Бұл ескілікті, тарихты, шежірені жетік білетін адам. Ал Құрбан Қажыны қайдан тауып отыр? Құрбан Қажының
Қыдыр деген баласы Сұлтанмахмұтпен Троицкіде бірге оқыған. Сонымен бірге болып, біраз уақыт жаңағы Тарбағатайда бала оқытады. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы 1916 жылғы дүрбелеңге кездеседі. Тағы да Сұлтанмахмұттың қиыншылығы алдыдан шыға келеді. Ол не? 16 жылғы дүрбелеңде қазақтардың жартысы Қытайға көшеді. Келісіп қойған жинап аламын деген ақшасында ала алмай Семейге қайтуға мәжбүр болады. Семейге келсе, онда да ел дүрлігіп тұр екен. Қазақты жастарын әскерге майданға алғалы жатыр деп туған ауылына кетеді. Барса, өзінің інісі Бәшен, туған інісі Байқоңыр. Оны Екібастұзға қара жұмысқа алған екен. Ол жақта пана болмайтынын біліп, Семейге қайтып келеді. Семейде жүрген кезде ол өзінің денсаулығының нашарлағанын тағы сезінеді де, жолдастар, тағы басқа қамкөңіл адамдар Сұлтанмахмұттың Томскіге барып емделіп оқуына көмектескісі келеді. Мұнда әсіресе айтпағымыз кім атақты Әлімхан Ермеков, сол Томскіде технологический институтта оқитын адам. Соған жаңағы бас сауғалап жетеді ғой. Әлімхан Ермеков оны профессорларға көрсетіп, дәрісін алып беріп, ақшасын төлеп, біраз адам қатарына қосады. Ол дайындық курсына түседі. Недегі институтқа түсуге. Сөйтіп жүрген кезде 1917 жылғы ақпандағы төңкеріс шыға келеді. Патша тақтан құлапты деген хабарды естіген кезде қуанып, мынандай актердің қарны жарылып жатқан заманда біздің Семейде болмауымыз, туған жерге жетпеуіміз деп, олар 1917 жылдың 10 наурыз күні Әлімхан мен Сұлтанмахмұт екеуі Семейге келеді. Семейге келсе де алаш деп жатқан дүние, ел боламыз өз алдына, жеке мемлекет боламыз деген ойлары бар. Осы бір қызықта жүреді. Сұлтанмахмұт та осы бір істің қақ ортасына араласып кірісіп кетеді. Әсіресе мынау алаштың туы тігілген Семей деп жатамыз ғой. Осы алашқа қызмет жасауда осы жердегі оның еңбегі ерекше деп айтуымызға болады. Сол 1917 жылдың наурызында Семей қаласына келіп, алаш ісіне белсене араласады. Алаш ұраны дейтін жаңа айттық өлеңін жазады. Сұлтанмахмұттың жалпы әдебиет тарихына бірде шығып қалып жүрген кезі өткен ғасырдың 30-40, 50 жылдардағы. Сол негізінен алғанда осы Сұлтанмахмұт өмірінің шығармашылығының Семей кезеңіне байланысты екендігін бөліп айтуымыз керек. Онда алаш ұраны өлеңінде алаш туасында біз қазақтың баласы жасасын алаш жасасын деген сөздерді мен әр жерінен үзіп алып отырмын. Ол тегінен айтқан жоқ. Алашты көтеріп, халықты жаңа өмірге қарай бейімдеп, жаңа бір өзінше соңынан ертетін істерге қарай баулуға тырысты Сұлтанмахмұт. Сондықтан ол өзінің сол Семей қаласында жүріп жазған өлеңдері «Жас жүрек», «Сарыарқаның жаңбыры», «Ад дүние» деп аталатын өлеңдерінде жаңағы ұранда көтерген алаш ұранындағы өзінің соқталы ойларын әрі қарай жалғастыра түсті. Сұлтанмахмұттың
Сонан соң ең кереметі мынау Алаштың азаматтарымен әрине бір көзқараста болған. Біреулер Алаш қайраткерлеріне Сұлтанмахмұтты қарсы қойғысы келеді. Ол мүмкін емес нәрсе. Өйткені жаңағы Алаштың ұранын жазып отырса, Әлихан Алаштың көсемі Семейге келген кезде 1917 жылғы қыркүйек айының жаңағы Сарыарқа газетінде 2 санында Әлекеңнің Семейге келуі деп аталатын мақала очеркін, мақала репортажын жазып отыратын болса, оны біз қалай Алаштан бөлек болды деп айта аламыз. Бірақ кейбір жағдайларда өзінің мінезі бар, тіке айтатын, келісе алмай, әсіресе Алаштың кейбір қайраткерлерінің жаңағы оғаш істеріне көне алмай, Сұлтанмахмұттың сол Алаштың қазақ комитетіндегі кіші қызметкерлік дәрежеден кетіп қалуы, ол да ол мінезіне байланысты ма деп ойлаймыз. Мұхтар Әуезов пен Абайұлы Турағұл екеуі Сұлтанмахмұттың жүдеп жадап жүргендігін байқап біліп, 1917 жылдың күз айында Медеу ауылына қымыз ішуге, қыстырақтың қымызын ішіп, қазы қарта жеп, таза ауада демалсын деген, денсаулығын көтерсін дейтін ниетпен жібереді. Мұнда кімнің Медеудің, Оразбайдың Медеудің баласы Сәнияз, Сәнияздың жұбайы Ақылия Ақшапай. Бұл Турағұлдың қызы болатын, құдағулар. Сондықтан Сұлтанмахмұтты сол хат жазып жібереді. Олар өте тамаша күткен, өздеріне анау жақсы үйлері бар, асты тақтайлы дейді. Ол кезде сол үлкен керек нәрсе ғой. Жеке бір шымылдық жасап, жаңағы жатуына, тұруына көмегін жасап, сол аса бір ықтиятпен өзінің қызметтерін атқарған. Бірақ Сұлтанмахмұттың әлгі мінезінің турашылдығы дейтін нәрсе осы жерден тағы шыға келеді. Анау Сәниязға айтады: немене, сен өзің қазы қарта жеп жатсың, бірақ мына кедейлер неге ондай тамақты ішпейді? Сен неге оларға бермейсің деп, олармен де айқасқа түседі. Көрдіңіз бе? Бұл Сұлтанмахмұттың өз бойындағы бір тік мінез, Алла тағаланың берген, өзінің табиғаты солай ма деп ойлап қаласыз. Бірақ Сұлтанмахмұт ол жерде жүргенде де, Абай ауылында болғанда, Медеу ауылында болған кезде де шығармашылықпен айналысқан. Оның ішінде 2 күрделі шығарманы бөліп айтуға болады. Біріншісі социализм деп аталатын мақаласы. Біреулер Сұлтанмахмұт социализмнің негіздерін салды дегендей артық пікір айтып та жіберді. Жоқ, ғылыми социализмге ол жете қойған жоқ, және мақаланың өзі аяқталмай қалған. Бірақ өзінше анау әділетті, тең өмір сүретін қоғам туралы өзінің ойларын айтпақшы болған. Екінші үлкен дүниесі бұл таныстыру деп аталатын поэмасы. Таныстыру поэмасы өткен ғасырдың 90 жылдарына дейін жабық келді. Оны туралы айтуға мүмкіндік болмады. Тұтқын қалпында қалды. Таныстыруды сол кейін өткен ғасырдың 90 жылдары жарияладық біз баспасөзде. Айтпағымыз, таныстыру деген поэманың өзі аса формасы, түрі де қызық жазылған дүние. Мынау осы қара қазақпен оқыған екеуінің әңгімесіне құрылған. Айтады осында: кімдерің бар қазақты бастап шыға алатын, қазақты жаңа жолға бастай алатын, басқара алатын кімдерің бар деген кезде Алаштың қайраткерлерінің барлығына өлеңмен мінездеме жазып шыққан деп айтуымызға болады. Сонау Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулат, Мағжан Жұмабаев,
Tағы басқаларын жеке бөліп айтады. Шәкәрім Құдайбердіұлы бар. Одан кейінгі мынау Халел Ғаббасов, тағы Сатылған Сабатаев, тағы басқалары жөнінде ол өзінің шын пейілден несін жазған. Сұлтанмахмұттың бәр ойы енді қазақты дұрыс жолға бастай алатын бір азамат шықса екен деп, өзінің көріп тұрғаны осы жаңағы мен атап түзіп өткен жандар солардың барлығын нұсқап көрсетіп өткен. Тегінде бұл шығармасы да Сұлтанмахмұттың өзіне кейін зиян болып тиген, бірақ қазірде Алаштың тарихы, Алашорданың тарихы, Алаштың қайраткерлері туралы әңгіме қозғаған кезде біз таныстыру поэмасының оқшау тұрған ерек шығармалардың бірі екендігін айтуға тиістіміз. Онан соң ол Семей қаласына қайтадан келеді, денсаулығы жөнделіп кете қоймайды. Ақыры еліне қайтпақшы болады. Еліне барған кездегі енді оның аса бір тындырған екі шығармасы бар. Тындырымды еңбектер жасаған өлеңдерде болған, сақ өлеңдер. Бірақ соның ішінде мынау Кедей поэмасы мен Айтыс поэмасы. Бұл екеуі Сұлтанмахмұттың саяси өресінің биіктігін, ақындық қуатының аса зор екендігін танытқан шығармалар. Енді Айтыс поэмасы аяқталмай қалған, аяқталмаса да мынау қала өмірі мен дала өмірінің арасындағы айырмашылық. Соны екі түрлі көзбен қарап айтқысы келеді. Анау нең бар дала сенің, қандай сиқың бар айтайын дегенде, мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға Алаш деген атты аламын, сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп әрі қарай жосытып жүре береді. Қазақ өмірінің әлгі боямасыз, фальшсіз екендігін, оның сатусыз екендігін әркімге, ал қаланың өмірі болатын болса бәрі сатулы, бәрі жалған екендігін айта отырып, екі бір қала мен даланың арасындағы айырмашылықтарды, өзгешеліктерді өзінше көрсетіп бергісі келеді. Әрине, поэма бұл аяқталмай қалған шығарманың өзі шедевр екендігіне көзімізді жеткізеді. Енді ең соңында айтпағым, Сұлтанмахмұттан қалған ұрпақ бар ма дейтін нәрсе көп ойландырады. Біреулер Сұлтанмахмұтты кезінде жаңағы Сұлтанмахмұтты коммунист етіп қойғысы да келді, сот етіп қойғысы да келді. Ондай жағдайлар бар. Архив деректерінде біз оны таба аламыз. Сол Мұхтар Кірбасұлына құда түсіп, Семейдегі жолдастарына қуанып, шаттанып жазатыны бар Сұлтанмахмұттың. Біздің Мәлике шырағым періште ғой, Семейге алып барамын. Біздің Мәликенің түрі сендер менің үйімнен шықпайтындық, тапқан таятындықтарыңды маған беретіндік деп, ақ жарқын көңілімен өзінің пікірін айтып салады. Енді ол рас оқыған адам болған, бірақ екеуі қосыла алмайды. Өмірі бірін-бірі сүйіп ғашық болғанымен, Сұлтанмахмұт өмір сапарының ұзақ емес екендігін түсініп, оған жаңағы қоштасуын ғана айтады. Сондықтан оның үйленуге мүмкіндігі болған жоқ, ұрпақта қалған жоқ Сұлтанмахмұттан. Оның өлерінде айтқан бір сөзі бар. Тым болмаса 2 жыл тұра алмадым. Іштегін түгел жарыққа шығармай бара жатырмын. Айтысты аяқтай алмадым дегені бар екен. Міне бұл Сұлтанмахмұттың жаңағы асыл арманның
азаматы шын мәніндегі биік идеалдың ақынды екендігін көрсетеді. Енді мен қорытып осы жерде айтпағым, сіздердің қолдарыңызда мысалы 2020 жылы Фолиант баспасынан шыққан Сұлтанмахмұт дейтін кітап бар. Тегінде тек қана Абай облысының емес, Шығыс Қазақстан облысының барлық кітапханаларына таратылды ғой деймін. Осы еңбекті кей кезде назарға ұстауларыңызға болады, тағы басқа да дүниелер бар. Мен айтпағым, Сұлтанмахмұт қашанда дәріптеуге, насихаттауға лайық ақын. Сұлтанмахмұтты біз қалай насихаттамайық демесек те, оның ұлы сөзі, оның ақындық биік келбетінің алдында біз үнемі басиып, өзіміздің жаңағы Сұлтанмахмұтқа деген шынайы пейілімізді білдіреміз. Көп рахмет сіздерге. Мен өзімді біресе микрофон ашып, біресе табып жөтеліп, әрең бітірдім ау. Рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз бар ма? Арап Слямович, көп рахмет, жақсы мәліметтер алдық сізден. Мынандай сұрақ сізге. Сұлтанмахмұт тану осымен. Сұлтанмахмұт тану осымен болды ма дегенде айттыңыз ба? Естімей. Иә, Сұлтанмахмұт тану жұмысы осымен бітті ме, танып болдық па? Әлде ашылмай келе жатқан қырлары бар ма? Енді бұны айтпағымыз, ол Сұлтанмахмұт болсын, қандай ақын болсын, біреулер айтып жатады, мен зерттеп ұстадым, болды. Енді оған оралудың керегі жоқ деп. Ол мәдениеттіліктің белгісі емес, биік. Мен ғана жасап қойдым, осыны енді оған тиіспеу керек дейтін ол дұрыс емес. Барлығымыз әр қырынан зерттей бастауымыз керек. Сұлтанмахмұтта да зерттелмеген қырлар, зерттелмеген дүниелер жеткілікті. Мысалы, Сұлтанмахмұттың текстологиясы толық жасалып бітті дегенді мен айтпаймын, жасауымыз керек. Оған кедергі болып тұрған, бізге қолымызға байлау болып тұрған нәрсе, Сұлтанмахмұттың да төңкеріске дейінгі қазақ ақындар сияқты қолжазбасы сақталмаған. Қолжазбасы болған, түрлі күнделіктері, фотографиялар. 1933 жылы жинақ шықты, толық жинақ деген. Соның алдында 1929 жылы Жүсіпбек Аймауытов сол барлығын жинап алып, өздеріңіз жақсы білесіздер, Абайды шығармаларын жинағын шығару әуезовке, Сұлтанмахмұттың шығармаларын, өлеңдерін кітап етіп шығару Жүсіпбек Аймауытовқа тапсырылған. Осылар жақсы біледі ғой деп. Екеуі де дайындаған, бірақ Жүсіпбек Аймауытов атылып кеткеннен кейін қолжазба белгісіз болып кетті. Менің кандидаттық диссертациядағы жетекшім Бейсенбай Кенжебаев үнемі айтып отыратын. 30 жылы мен Қазақ мемлекеттік баспасының директоры Мансұр Ғатаулин деген адам, сол Ғатаулиннің кабинетінен тартпасынан Сұлтанмахмұттың қолжазбаларын, фотографияларын, күнделіктерін, хаттарын бәрін көріп едім, қолыма ұстап. Оқып едім. Кейін Ғатаулин Қарқаралыға уездік партия комитетінің секретары болып кетті де, сол жерден халық жауы болып деген атпен атылып кетті. Мұрасының қайда қалғанын Сұлтанмахмұттың ешкім білмейді, табылмайды. Бір жерде шыға келсе, әрине Сұлтанмахмұтты жаңаша зерттеуге үлкен мүмкіндік болады. Сосын Сұлтанмахмұт аударылмай тұр басқа тілдерге. Орысшаға аударылуы да нашар. Жофтистің аудармалары бар біраз. Тағы басқа ақындардың аудармалары бар, бірақ олардың сапасы биік деңгейде деп айта алмаймыз. Алдыда атқарар істер көп. Мен біраз дүниесін жасасам, кейінгі ұрпақ, қазіргі біздің әріптестер Сұлтанмахмұтты әрі қарай жан-жақты зерттей беретін болса, мен қызғанбайым, қайта қуанар едім. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы, рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Арап Слямович, сонда Сұлтанмахмұттың біз көріп жүрген фотосы, бірақ фотосы сақталынған, иә?
Сұлтанмахмұттың 3 фотосы бар. А, 3 фотосы бар. Енді оның негізінен 1922 жылы шыққан жинаққа бір суреті бар. Ол досы өзінің Шайбай Аймановқа жазған, соның сыртында өлеңі бар, Шайбайға деген. Сонсын 1933 жылғы жинаққа шыққан фотосы бар. Мынау Мұхамеджан Сералиннің баласы тағы бір азамат үшеуінің бірге түскен фотосы бар. Сол мен білетін осы 3 фото ғана. Басқа фотоларын мен көре алмадым. Мына бір соңғы бір түскен фотоны соны жариялаған атақты анау архивтанушы өзіміздің жерлесіміз Марат Әбдешев деген азамат. Жақсы, рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Бүгін бір жақсы лекция болды барлығымыз үшін. Қажет болса тағы да оқырмыз, қандай несі бар. Жақсы. Біздің сұрағымыз жоқ сияқты, әріптестеріміздің Арап Слемұлы өзіңізге көп алғысымызды білдіреміз. Енді бұл осы шараға қатысып отырған кітапханашылар жыл бойы бізді Сұлтанмахмұттың шығармаларын насихаттайтын боламыз. Егер бізге тағы да ақпараттар керек болса, өзіңізге тағы да хабарласатын боламыз. Сондықтан да көп рахмет сізге. Әріптестер, бүгін оқылған лекция Алаш электронды кітапханасының бейне лекциялар қорында сақталынатын болады. Қайтадан көреміз. Біз мүмкіндік тұрамыз. Сондықтан да назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арап Слемұлы, тағы да алғысымызды айтамыз сізге. Рахмет. Осындай игілікті шараларда кездескенше. Көп рахмет. Рахмет.